қара түсті, ірі денелі, жабайы мінезді мына бұқаларды бүкіл әлем білет және ерекше құрметпен қарайды. Неге десеңіздер, дүние жүзінде Абердин ангус тұқымды ірі қараның мәрмәр еті жоғары сұранысқа ие. Сондықтан олардың саны жер шарында күннен күнге өсіп жатыр. Қазір адамдар арасында аса танымал жануарларға толығырақ тоқталамыз. Алдымен тарихқа шолу жасайық. Абердин ангус тұқымды үй жануары алғаш рет Шотландияның солтүстік бөлігінде пайда болды. Оның арғатасы өр мінезді әрі кеш жетілгіш қасиетке ие бұрынғы ағылшын бұқасы. Абердин ангус тұқым ретінде жұртшылыққа 18 ғасырдан танымал. Аталған ірі қара түрін шығарушы мал өсірушілер мен селекционерлер біраз жыл тер төкті. Еңбек зая кетпеді. Туылған бұзаулар өсіп, бұқалары тауарлық табындарды жақсартты. Оған қоса өндірістік шығындарды азайтып, түсетін пайдан арттырды. Селекционерлер ангуспен будандастырылған малдың генетикасы мықты болады дейді. Сөзімізге дәлел келтірейік. Мақтаулы бұқа мен нашар тұқымды сиырдан туылған жануардың өнімділігі тұқымсыз малдың өнімділігінен 30-40%-ға артық болады екен. Бұл ангус өзінің ұрпағына жақсы қасиеттерін бере алды деген сөз. Сондықтан да аталған тұяқтылар 1,5 ғасырдан астам уақыт генофонд пен табындардың сапалық көрсеткіштерін арттырып келеді. Туылған кезде ангус бұзауының салмағы 30 килограммнан аспайды, ал 7-ші айға қарай 4 аяқтының салмағы 200 келіден асады. Жануар 1 жасқа келгенде көрсеткіш 350 килограммнан жоғары болады. Статистикаға сүйенсек, мұндай тұяқты 24 сағат ішінде шамамен 1 келідей салмақ қосады. Сойған кездегі өнімділік 55-60% құрайды. Етті бағыттағы ірі қараның айқын артықшылықтарына толығырақ тоқталайық. Абердин ангус тұқымды мал оңай бұзаулайды. Аналық сезімталдылығы жоғары, жас тұяқтылар тез жетіледі. Бір тәулікте әжептәуір салмақ қосады. Өнімділік көрсеткішіне көңіл толады, мол ет береді. Жануарларда мүйіз өспейді. Бұл табында жарақат алу қаупін азайтады. Оның үстіне Абердин ангус тұқымды ірі қара түрлі табиғи жағдайларға бейімделгіш келеді. Генетикасы өте мықты. Абердин ангус тұқымды малдың еті де керемет, әсіресе мәрмәр стейк ауызда ерейді. Сондықтан ол әлемде жоғары сұранысқа ие. Жаңа ғана айтқанымыздай жануар салмақты, әсіресе бұлшық ет массасын тез жинайды. Блэк ангус тұқымды бұқаны дұрыс өсірсек, онда 4 аяқты ерекше дәмдік қасиеттері бар сапалы етпен ерекшеленеді. Ерекше қасиетке ие бұл малдар 2010 жылға дейін отандық агробизнеске беймәлім болды. Артынша 4 аяқтылар Қазақстан нарығында жаулап алды. Қазір елдегі ет фермаларының басым бөлігі дәл осы жануарда көптеп сатып алып, бұқаларын өсіріп жатыр. Өйткені Абердин ангус жайылымдық мал шаруашылығы дамыған елдердің фермерлері үшін аса танымал және экономикалық тұрғыда тиімді тұқым. Эмигрант аналық тұяқтылар Қазақстанға алғаш рет 2010 жылы әкелінді. Онда елімізге Канада, ақш, Австралия мен Европадан Абердин ангус тұқымды малдың 1-24 мың басы жеткізілді. 2 жылдан кейін республикамызда ресми түрде тіркелген етті бағыттағы асыл тұқымды жас бұқаларды сату көрсеткіші 500 бастан да аспайтын. Бірақ кейін 4 түлік түріне деген сұраныс белсенді түрде артты. Қазіргі таңда отандық фермалар ондаған мың бас тұяқтымен толықтырылуда. Статистикаға сүйенсек, бүгінде Қазақстанда 100 мың бас ангус бар. Осы орайда мынандай қызық мәлімет. Қазақстанда мерейтойлық 100 мыңыншы ангус Павлодар облысындағы шаруа қожалығында тіркелді. Соңғы 5 жылдың ішінде республикамызда туылған ангус бұқаларының саны елге әкелінген жануар санынан шамамен 60%-ға артық екені дәлелденді. Сату көрсеткіші де өсуде. 2019-да өткізілген асыл тұқымды мал басы 16 мыңға жетті. Бұл алдыңғы жылғыдан 54%-ға көп. Республикалық ангус палатасы 92 шаруашылықтан тұрады. Елімізде асыл тұқымды мал 3,5 мыңнан аса фермада бағылады. 4 аяқтылардың басым бөлігі Алматы облысындағы агроқұрылымдарда. Мұндағы көрсеткіш 23 мыңға жақындайды. Ал екінші орындағы ақтөбелік іскер жандар 19 мыңнан аса ірі қара ұстайды. Үшінші сатыда ақмолалық кәсіпкерлер тұр. Оларға тиесілі мал басы жақын арада 15 мыңға жетеді.
Айта кеткен жөн, жануарлар 10 жыл ішінде өздерінің стрессқа аса төзімді екендіктерін толық дәлелдеді. Мысалы, олар Қазақстанның ми қайнатар ыстығына, саршұнақ аязына шыдас берді. Ашық аспан астында ұзақ уақыт жүре алды. Соған қарамастан 18 айлықтарында 60%-ға дейін ет береді. Қосылатын салмақ 1,5 килограммнан асады. 14 айдың жүзінде жас бұқалардың салмағы 500 келіден асып түседі. Әр сатушы саудаланатын жануардың құнын өзі реттейді, яғни өзі бекітеді. Дегенмен Қазақстанда туылған асыл тұқымды жас бұқалардың орташа бағасы 500 мың теңгенің маңында. Мұны білген жөн. Ал импортталған әр 4 аяқты үшін $2000 бастап төлем жасалады. Бір басты күтіп ұстауға жұмсалатын ақшаның көлемі 50 мың теңгені құрайды. Абердин ангус тұқымды ірі қарадан түсетін табысты оп-оңай есептеуге болады. Тұяқтылар қыс мезгілінде жылы орындарды қажет етпейді, жем-шөпті талғамайды. Бұл фермердің шығындарын азайтып, жобаның тез өтелуіне септеседі.